Сәлеметсіңдер ме, құрметті 3-ші сынып оқушылары. Қазақ тілі пәні сабақтың тақырыбы сөз және оның құрамы. Сұрақ жауап әдісі балалар. Балалар, сөз құрамы нешеге бөлінеді? Түбір дегеніміз не? Қосымша дегеніміз не? Қосымша нешеге бөлінеді? Жұрнақ қандай қызмет атқарады? Жалғау дегеніміз не? Осы сұрақтарға жауап бере қояйық. Балалар, оқулығымыздың 109-шы бетін аша қояйық. 36-шы жаттығуға назар аударайық. Балалар, бізде сөз жұмбақ берілген. Сөз жұмбақтың оқимын қазір, сіздер жауап бере қойыңыздар. Мемлекеттік рәміз. Дұрыс айтасыңдар. Ту. Әріптер қатары. Әліпби. Үй құсы. Дұрыс айтасыңдар. Тауық. Мемлекеттік рәміз. Елтаңба. Ешкінің төлі. Лақ. Сұйық зат. Су. Сүттен жасалған тағам. Ірімшік. Мемлекет. Қазақстан. Музыкалық аспап. Домбыра. Оқу пәндерінің бірі. Қазақ тілі. Түнде ұшатын құс. Үкі. Жарайсыңдар балалар. Солмен сөз жұмбақтың жауабы не болды? Дұрыс айтасыңдар. Тәуелсіздік. Енді балалар, тәуелсіздік күні қай күн тойланады? Биыл еліміздің тәуелсіздік алғанына неше жыл болды? Елімізде тәуелсіздік құрметіне арналған қандай ескерткіштер бар? Осы сұрақтарға жауап бере қояйық. Сәті, әр көбелекті өз гүліне қондыр. Түбір сөздерге жұрнақ жалғану арқылы жаңа сөз жасап, әр көбелекті өз гүліне қондыру. Ойын, саз, гер, дұрыс айтасыңдар. Жазу, шы, ұш, қыш, аспаз, шы, шеберхана, шы, оқу, шы, тәрбие, шы, өрмек, шы, жұмыскер, лер. Яғни балалар, ары қарай өзіміз құрастыра қояйық. Балалар, оқулығымыздың 110-шы бетіндегі 37-ші жаттығуға назар аударайық. Көркем жаз. Қазақстан біздің сүйікті атамекеніміз. Ол 1991 жылы 16 желтоқсанда тәуелсіздігін жариялады. Елімізде әлемге танылған мемлекет болды. Балалар, қарамен жазылған сөздерді сөз құрамына талда. Түбірі мен қосымшасын тиісті белгісін қой деген екен. Қарамен жазылған сөздер қандай екен? Дұрыс айтасыңдар. Қазақстан біздің сүйікті атамекеніміз және тәуелсіздігін деген сөз екен. Ендеше балалар, түбірі мен қосымшаларын ажырата қояйық. Қазақстан, түбірі қазақ, стан. Ол не балалар? Дұрыс айтасыңдар. Жұрнақ, біздің, түбірі біз, дің деген жалғау, сүйікті, түбірі сүй, үк. Т деген ол бізде жұрнақ, атамекен, түбірі атамекен, німіз, түбірі атамекен, іміз деген ол жалғау, тәуелсіздігін, түбірі тәуелсіз, ді. Жұрнақ, гін, ол бізде не болады балалар? Дұрыс айтасыңдар. Жалғау болады екен. Жарайсыңдар. Ендеше балалар, дәптерімізге көркемдеп жазып алайық. 38-ші жаттығуға назар аударайық. Тірек сөздерді пайдаланып, туған елім, мақтанышым тақырыбында әңгіме құрап жаз. Тірек сөздер. Мемлекет, туған ел, Қазақстан, әлем, тәуелсіз, кең байтақ, мақтан етемін, алтын, дәнді. Ендеше кәне балалар, туған ел мақтанышым тақырыбында әрқайсымыз өзіміз әңгіме құрап көрейікші. Мысалы, менің туған елім Қазақстан. Ол әлем таныған, тәуелсіздігімен кең байтақ алтын дәнді елімізді мақтан етемін. Осы сияқты мәтіндер құрастырып, менің WhatsApp желіме жібере қойыңдар балалар. Жарайсыңдар балалар. Бүгін сабаққа өте жақсы қатысып отырдыңдар. Мен сендермен мақтан етемін. Балалар, келесі кездескенше сау, саламатта болыңдар.